Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мохито дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай бір апельсин, жасыл түсті алма, лимон, лайм және мята жапырақтары керек болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер және бізбен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен осылай апельсинімізді алып, ұзын етіп бөліктерге бөліп аламыз. Біз осылай бір ыдыс, яғни бір кувшинға дайындайтын болғандықтан жарты апельсинді пайдаландық. Егер сіздер отбасы мүшелерінің барлығына түгел етіп көп қып жасайтын болсаңыздар, онда бір апельсинді түгел пайдалануға болады. Міне осы 1 литрлік кувшинға осылай жарты туралған апельсинімізді салып аламыз. Келесі кезекте лайм. Лаймды да ортасынан бөліп, дәл апельсинді тураған секілде оны да осылай турап аламыз. Бізге жарты лайм жеткілікті. Егер сіздер көп жасайтын болсаңыздар, бір лаймды түгел қосуға болады. Келесі кезекте алманы осылай бөліктерге бөліп, оны да дәл осылай видеодағыдай етіп турап аламыз. Егер жасыл түсті алма болмаса, әрине болады, кез келген алма түрін пайдалануға болады. Міне осылай ұзындау етіп бөліктерге оны да бөліп аламыз. Туралған жемістерімізді ыдысымызға біртіндеп салып шығамыз. Өте шөлді басатын керемет мохито болып шығады. Міне барлығын турап салып алдық. Енді лимон. Лимоннан да осылай жарты лимонды пайдаландық. Сіздер түгелде бір лимонды пайдалансаңыздар болады, егер көп етіп жасайтын болсаңыздар. Лимонды да қосып аламыз. Одан соң мята жапырақтары. Мята жапырақтарына осылай 3-4 жапырағын қоссақ, әдемі иіс беріп тұрады. Міне барлық жемістердің барлығын ыдысымызға салып алдық. Мохитомыз дайын болып қалды. Енді үстінен тек қана осылай суды, газдалған суды құйып шығамыз. Яғни спрайт. Бұл мохитоның ерекшелігі, ешқандай сиропсыз, тек қана спрайт қосып дайындаймыз. Барлық жемістерді осылай араластырып 1 сағатқа қалдырамыз. Жемістердің барлығының дәмі суға шығуы үшін. Міне өте дәмді, иісі керемет мохитомыз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Вау, анашым, мохитоңыз өте дәмді екен. Сіздер де өйстіп демдеңіздер. Біздің YouTube каналымызға Ақтас Сархан деп жазыңыздар. Сөйтіп подписация ете салыңыздар.